Қайырлы күн, аты жөнім Тұрсынбаева Жазира Есенбаевна, нөмірі 30-шы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі боламын. Қазіргі таңда оқушылар кітап оқуға қаншалықты қызығады? Сіздер қалай ойлайсыздар? Оқушылар әдебиетті тек оқулық шеңберінде ғана оқи ма, әлде оны өмірмен байланыстырады ма? 21 ғасыр ақпарат ағыны заманында оқушыларға тек білім беру жеткіліксіз, оларды өмірде қолдана білуге, кез келген ақпаратты саралап, тұжырым жасауға үйрету қажет. Осы мақсатта мен сіздерге қазақ әдебиеті сабағында оқушылардың қызығушылығын арттырып, функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған әдебиет хроникасы әдісін ұсынғым келеді. Бұл әдістің ерекшелігі көркем шығарманы газет форматы арқылы талдау. Яғни оқушылар тек мәтінді оқып қана қоймайды, сонымен қатар оны жаңаша сипатта сараптап, өз көзқарастарын білдіреді. Бұл тәсіл әдебиетті өмірмен байланыстырып, зерттеу, шығармашылық және коммуникация дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Ендеше, осы әдістің қандай жаңашылдығы бар? Оны қалай қолдануға болады? Және ол 21 ғасырдағы бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға қалай ықпал етеді? Сол туралы толығырақ айтып берейін. Қазіргі уақытта оқушылар дәстүрлі әдеби талдаудан гөрі көрнекі әрі интерактивті тәсілдерге көбірек қызығады. Әдебиет хроникасы әдісі әдеби шығармаларды талдаудың жаңа форматы. Ол көркем шығарманы газет түрінде талдауға негізделген. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, өзіндік көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлау, саралау, дәлелдеу қабілеттерін шыңдайды. Инфографика, иллюстрация, сұхбат, пікірталас сияқты медиалық тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оқушылардың әдебиетті тек оқу үшін емес, оны зерттеп, заманауи көзқараспен қабылдауына ықпал етеді. Бұл әдісті кез келген әдеби шығарманы талдау барысында қолдануға болады. Оның негізгі кезеңдерін айтып өтейін. Бірінші кезең. Оқушылар шығармамен танысады, мазмұнын толық меңгереді. Екінші кезең. Топқа бөлініп, әрқайсысы түрлі рөлдерді орындайды. Мәселен, редактор болады, мәтіннің негізгі идеясын анықтайды. Одан кейін шолушы рөлінде болуға болады, шығарманың өзекті мәселесін талдайды. Сұхбат алушы, кейіпкерлермен сұхбат форматында жұмыс жасайды. Дизайнер, газеттің көркемдік ерекшелігін жасайды. Келесі үшінші кезеңде әдебиет хроникасы жасалып, топ алдында қорғалады. Бұл әдіс жеке, жұптық және топтық жұмыс түрлерін қамтып, оқушылардың белсенді оқуына бағытталады. Әдебиет хроникасы әдісінің оқушыларға тигізетін оң ықпалы жөнінде тоқтала кетейін. Ең бірінші функционалдық сауаттылығын арттырады. Ақпаратты талдау, өңдеу және өз ойларын нақты жеткізу дағдыларын қалыптастырады. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытуға ықпал етеді. Коммуникация және топта жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Оқушылар бірлесіп жұмыс істеу, пікір алмасу, аргумент келтіру сияқты дағдыларын жетілдіре түседі. Презентация жасау, көпшілік алдында сөйлеу тәжірибесін нығайтады. Шығармашылық ойлау қабілетін дамытады. Әдеби шығарманы дәстүрлі емес форматта талдау арқылы оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттері арта түседі. Газет дизайнын жасау, иллюстрация салып, инфографика дайындау секілді медиалық дағдыларды меңгере түседі. Нәтижесінде оқушылар әдеби шығарманы тереңірек түсінеді, оның мазмұнын өмірмен байланыстыра алады. Топтық жұмыс арқылы бір-бірін тыңдау, пікірін сыйлау мәдениеті қалыптасады. Жобалық жұмысқа негізделген бұл әдіс оқушылардың зерттеу қабілетін арттырады. Форматы ерекше болғандықтан оқушылардың пәнге деген қызығушылығы жоғарылайды. Осылайша әдебиет хроникасы әдісі 21 ғасырдың талаптарына сай, зияткер, ойлы, бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Бұл әдісті қолдану арқылы оқушылар өздерін журналист ретінде сезініп, газет шығарушы, репортер, шолушы, сұхбат алушы рөлдерінде көре алады. Бұл өз кезегінде олардың болашақ мамандыққа деген қызығушылығын оятып, нақты тәжірибелік машықтарды игеруіне ықпал етеді.
Қазіргі заманда блогерлердің саны күрт өсіп, ақпарат тарату құралдары көбейгенімен, кәсіби журналистиканың рөлі мен маңызы одан әрі артып отыр. Себебі журналистика қоғамды объективті, сенімді, сапалы ақпаратпен қамтамасыз ететін негізгі институттардың бірі. Блогерлердің көбеюі ақпарат ағынын арттырғанымен, журналистиканың сапалы ақпарат, объективтілік және қоғамдық жауапкершілік тұрғысынан рөлі ешқашан төмендемейді. Кәсіби журналистика қоғамның дамуы үшін қажет негізгі күш. Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп айтқандай, журналистика қоғамда ақпараттандырудың негізгі құралы. Ал әдебиет хроникасы әдісі оқушыларды ақпаратты зерттеуге, талдауға, жазуға, сөйлеуге және креативті ойлауға үйрететін тиімді құрал. Бұл тәсіл болашақ журналистерді дайындауға, олардың шығармашылық қабілеттерін шыңдауға, әдебиетті зерттеу арқылы медианы терең түсінуіне көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.